Құрметті достар, қымбатты оқырмандар, Абай қаласының орталық ауданда кітапханасы дайындаған Сарыарқаның асылы Қасым ақын, қазақтың ақиық ақыны Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына арналған бейнебаянын ұсынады. Ризамын туғаныма адам болып, өкінбеймін қаламын деп бір күн солып, адамзат сапарының мейманымыз бір мезет жер бетіне кетер соғып, дүниеге келер әлі талай қасым, олар да бұл қасымды бір байқасын. Қасым Аманжолов қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыл деген жерде 1911 жылы дүниеге келеді. Майданнан өлеңмен жазған ағайыма деген хатындағы Қыс-қыстау, Атамекен, Қызылдағы дегендегі Қызыл сол туған жері. Әке-шешеден жастай жетім қалған ол біраз жыл ағасының қолында өседі. Алғашқында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. Кейін 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленеді. Одан әрі қарай 3 жыл Семей малдәрігерлік техникумда оқиды. Алғашқы өлеңдерінде осы кезде жазады. 1930 жылы Алматыға келіп біраз уақыт Лениншіл жас газетінде істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түсіп оқиды. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқуында онша ұнатып қоймағандықтан бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласындағы Екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады. Жас ақынның көптеген өлеңдері осы газетте жарық көреді. Әншілік, әртістік өнерге бейім, домбыра, мандолина бастаған, бірсыпыра музыкалық аспаптарда еркін ойнайтын ақ көңіл, жайсан жанды Ерке Қасымның Оралда болған, әсіресе 1935-36 жылдары Оралдағы қазақ театрындағы қызмет еткен кезі өміріндегі ең бір қызықты қымбат шағы болып қалады. Оның бойындағы туабітті зор талантты да осында белгі беріп, ақындық жолына бір жолата бет бұрады. 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағы «Өмір сыры» деген атпен жарық көреді. Қасым Аманжолов қазақтың асары ақындарының бірі. Оның көркемдік эстетикалық деңгейі жоғары. Қазақ әдебиеті тарихында айтулы орынға ие шығармашылығы негізінен поэзиялық туындылардан тұрады. Ақынның әдеби мол мұрасын 7-8 поэмасы мен алуан тақырыптағы лирикалары құрайды. Қасым Аманжолов көркем аударма өнеріндегі ең үздік шебері. Ол орыс, батыс пен шығыс поэзиясының классикалық туындыларын, лирикалық өлеңдер мен поэма дастандарын қазақ тіліне зор шабытпен аударды. Қасым Аманжолов өзінің батыл, ойлы, шыншыл да терең сырлы, дауылды поэзиясымен әр буын оқырмандар сүйіспеншілігіне болып, жас таланттарға өте күшті әсер етіп келе жатқан бір туар дарын. Сағи Жиенбаев Қасым Аманжолов туралы былай айтқан еді. Аманжолов деген асқар тау, оны ешқандай бұлт бүркей алмайды. Қалай айтсаң да, ол тау аласармайды. 1954 жылы қыркүйек қазан айларында Қасым Аманжолов Қазақстан жазушыларының 3-ші съезінің ашылуына қатысты. Осы жылдың желтоқсан айынан бастап сырқаты меңдей түсті. 1955 жылы 18 қаңтарда Қасым мәңгілікке көз жұмды. Тумай енді ешкім Қасым болып, ұқсаса да дәл сендей асыл болып, дегізіп артына із тастап кеттің, жыр еліне жар кеткен жасын болып. Өмірден ерте кеткенімен Қасымның мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақын атын өшірмейді. Бұл күнде халықтың сүйікті ақыны Қасым Аманжоловтың жарқын бейнесі ел жүрегінде қала береді. Қасым аға, даңқыңыз зор, биік тұлғаң, еліңіз үшін атадан ұл боп туған, қиындыққа мойымай қалдырды ізің, біз үшін сіз бір биік асқақ тұрған. Ұмытпайды халқың сізді жан аға, ақын аға, жан аға, асыл аға.